ұлттық спорт деп. Енді мына 180-нің ортасына керетін спорттар: пенчак, силат, биатл, триатл, пентак, текбол, унифайт, черлинг, спортивное рыболовство. Но кейбір спорт түрлері өз Қазақстан біле ме екен, бұл қандай спорт екен? Сосын кен тұрбаға мініп стриптиз көрсететін спорттың аты қалай еді? Спорт на пилоне деген ол да жүр ортасында. Мен білем, алдында мен де көтерген болатын, паралимпиадалық спортты қолдасын деген. Ол жақсы, ол норма кіру керек. Бұл спортты мен қолдаймын. Өйткені күні кеше мен комитетте де айтқан болатын. 3 дүркін әлем чемпионы Қарағанда тұрады Никита. Соңғы Дубайға барған кездегі бүкіл халықтан спонсор іздеп барып чемпион атанып келді. Соны бірде-бір адам қолдағаны жоқ. Не паралимпийские виды спорта, не олимпийские виды спортаға біз ақшаны төлейміз, жақсы, молодец. Ал енді инвалидтер тоқалдан туған жоқ қой. Не паралимпийские виды спорта біреуін елеп атырған жоқ. Енді ол жақсы. Екіншісі, кеше Қарағандыға бардық. НПО-ларменен кездесіп жатырық. Инвалидтер спортпен айналғысы келеді. Керемет, әлемге таныған стадион Шахтер. Бізде бірде-бір мүгедектігі бар азамат ананың ішіне кіре алмайды. Өйткені бірде-бір не спорт құралы, не ғимарат мүлдем нетілмеген, адаптация жасалынбаған. Бірде-бір спорт қолдалмайды. Менің өзім, бронзовый призер паралимпийского первенства по плаванию. Мен өз қаражатыма барып, соған қатысып келгенмін. Енді оны қалай түсінуге болады? Сіздер айтасыздар, ол кірмеген. Қалай кірмейді? Осы уақытқа дейін сонда көздеріңіз көріп, құлақтарыңыз естімей жүрді ма сонда? Мына инвалидтерді адам ғой, оларда алтын әкеліп жатыр ғой деп. Кезінде Зульфия апамыз алтын медаль алып келгенде, о кісіге қалай қаражатты беру керек екен білген жоқсыздар ғой, норма болған жоқ өткен. Енді ертеңгі күні, енді қараңыздар, Нидерланды жылына олимпиадаға 41 миллион доллар береді дағы, 36 медаль алады. Оның ішінде 10 алтын. Біздің Қазақстан 775 миллион доллар береді дағы, біздің алатынымыз 8 қола. Ал енді біз тура сол тұрғыда паралимпиаданы қарайықшы. Олардың жетістігі қанша, сіздер қанша ақша оған бөліп отырсыздар. Одан былай қойық, менің қасымдағы отырған әріптесім Кенжеғұл, құрсын бір велосипед, өз Қазақстан бойынша пара велосипедпен айналысатын, саусақпен санарлық, соған велосипед сатып алуға бізде мүмкіндік жоқ қой. Анау 9 миллион теңге тұратын велосипедті Қазақстанға жеткенше 36 миллион теңге тұрады. Мініп, сосын Кенжеғұл, сосын оны бүткіл Қазақстан болып, сбор жасап, сосын оны велосипедті сатып аламыз. Біз келеміздағы стриптиз көрсететінге ақша бөлеміз, 180 вид спорттыға. Не, біздің ат жарыс. Енді мен айтайын, Қарағанды облысы Шет ауданында жылқы спортымен айналысатындар бар. Заслуженный мастер спорталары бар. Сол жылқысын өздері артып алып, өздерін қаражатына өздері жиналып, сосын өздерімен өздері әлік болып жүреді. Оны мемлекет вообще қолдап жасап отқан жоқ. Алатын жалақысы 69 мың теңге мастер спорта международного классының. Ал енді қараңыз, кеше біз айтамыз, Дубайда мені 1 миллион доллар ұтып алды Қазақстанның аты дейміз. Оны жаттықтырушы, ол молодец, жеңгенде ғана молодец. Ол жеңу үшін біз не жасадық ал? Сосын сіздер айтасыздар, ұлттық стандарт. Қандай ұлттық стандарт ол? Олимпиаданың өзінің стандарты бар, паралимпиаданың өзінің стандарты бар, сурдар олимпиаданың өзінің стандарты бар. Ұлттық стандарт деген ол не? Оған қаншама қаражат керек? Маған осы сұрақтарға жауап беріңізші. Жақсы, рахмет, Тансуле Ғабдамапұлы. Серік Рахметұлы, жауап беріңіз. Ұлттық стандарт дегеніміз, ол как раз таки мына олимпиада спорт түрлеріне, паралимпиада спорт түрлеріне болғаннан кейін біз бәрін бір жүйеге келтіруге тырысып отырмыз. Бір жүйеге келтіруге. Қазіргі уақытта балалар жасөспірімдер спорт мектебінің әрбір өзінің бағдарламасы бойынша, спорт түрлері бойынша жасалып жатыр. Біз оны мына орта мектептің өзінің бағдарламасы секілді сияқты, соған ұқсас ұлттық стандартты жасайын деп жатырмыз. Сол ғана мәселе бойынша. Ол тек қана
ДЮСШ спорт мектептерде және де арнайы спорт дарынды арналған спорт мектептерінде енгізілетін бағдарлама туралы айтылған болатын.